саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы бойынша 3-ші сыныптың 85-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: керекті сөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап бер. Бірінші: Динаның ұстазы кім? Құрманғазы кім? Домбырашы болу үшін не істеу керек? Құрманғазының ақыл-кеңестер Динаға қалай әсер етті? Керекті сөздер: Құрманғазы, күй атасы, дыбысты сүйе білу, ерінбеу, құлағынан кетпестей. Етістіктер тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт дейді. Ендеше орындайық. Динаның ұстазы кім? Құрманғазы. Құрманғазы кім? Күй атасы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Дыбысты сүйе білу, ерінбеу. Құрманғазының ақыл-кеңестер Динаға қалай әсер етті? Құлағынан кетпестей. Етістіктер тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Дара етістіктер ерінбеу, күрделі етістіктер сүйе білу, әсер етті. Келесі тапсырма: нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Күйші күй тартады, жыршы жыр айтады, ақын өлең жазады, дәрігер ауруларды емдейді, мұғалім балаларды оқытады, жылқышы жылқы бағады. Бұл жердегі етістіктер тартады, айтады, жазады, емдейді, оқытады, бағады. Яғни олар етістік болып табылады. Не істейді деген сұраққа жауап береді. Келесі тапсырма: көп нүктенің орнына дара етістіктерді тауып жаз. Келеді, келе жатыр, келе бастады. Тартады, тарта алады, тартып жатыр, тартып тұр, тартып жүр. Тоқиды, тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Барады, барып кел, бара кел. Бұл жерде етістіктер келеді, тартады, тоқиды, барады. Күрделі етістіктерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Арман үйге келе жатыр. Және домбыра тарта алады. Әсем тоқи алады. Арман үйге барып кел. Келесі тапсырма: суретке қарап мәтіннің тақырыбын болжа. Менің атым Дина, дейді қызғалдақ. Мерейлі бол, деді Жан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын. Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіз ішекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынады. Егер де маған Атажан шынымен сеніп тапсырыңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізіле отырды да домбыраны қолына ұстап сүйіп алды. Әбу Сәрсенбаевтан. Мәтінге ат қой дейді. Мәтіннің атын мұра деп қойдық. Келесі тапсырма: келесі беттегі жоспарды толықтыр. Бірінші: Дина мен Құрманғазының танысуы. Екінші: сый. Үшінші: Динаның анты. Жоспар бойынша мәтінді мазмұнда. Мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат. Дара етістік бол, тапсырдым, жеткіз, ұсынды, берген. Күрделі етістік ойнап беруге тізіліп отырды, сүйіп алды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Аяғына дейін көргендеріңе рахмет.